Армысыздар, құрметті оқырмандар. Сіз оңға немесе солға бұрылатын болсаңыз, жолда келе жатқан кезде сіз ереже бойынша оң жақ жолақ немесе сол жақ шеткі жолақ, сондай өзіңізге бұрылатын бағыттағы арнайлап жолаққа орналасуыңыз керек. Алдын ала бұрылар алдында сіз мына бұрылыс көрсеткішін жағып, мысалы оңға бұрылатын болсаңыз, оң жақ шеткі жолаққа ауысасыз. Ал солға бұрылатын болсаңыз, сол жақ бұрылыс көрсеткішін жағып, сол жақ шеткі жолаққа ауысуыңыз керек. Осылай ережеде нақты жазылған. Сіз қауіпсіз бұрылу үшін. Әрине, сізге рұқсат берілген жолақтар болатын болса, әр жолақтан ол кезде бұрылуға болады, қауіпсіздікті сақтай отыра. Және ол жерде де белгілі бір ережелер бар. Және мына белгіні білсеңіз, бұл тек оңға деген белгі. Яғни сіз тек оңға жүре аласыз, немесе осы белгі бар, бұл тек солға жүре аласыз деген мағына. Бұл белгілер қазір жоқ. Яғни бұл белгілердің орнын осындай белгілер ауыстырды. Яғни бұл жерде просто мына бағыттауыш формасы өзгерді. Стрелканың формасы түсініктірек сізге формаға ауысты. Бірақ мына екі белгі алдында көрсеткенім, осы белгілер сіз көрсеңіз, егер көріп қалған болсаңыз, өзіңіздің қалаңызда, ауылыңызда, онда бұл белгі мүлдем күші жоқ деген белгі емес. Бұл белгі мына осы жаңа белгілермен ауыстырылғанша қолданылады әрине. Бұл белгілердің ең басты мақсаты сізге айтып тұр. Мына жерден тек қана оңға жүруің керек, мына жерден тек қана солға жүруің керек. Себебі қауіпсіз жүріс сол. Бұл жерде рұқсат етілген жүріс бағыты осы деп сізге нақты айтып, сізді міндеттеп тұр. Яғни түсіндік қой. Мына жерде осындай болған, осы уақытқа дейін. Бүгін ғана өзгерген жоқ, бұл 2017-ге дейін осылай болған. Одан кейін 2017-нің қараша айынан бастап өзгеріс еніп, бұл белгілердің түрі осыған ауысты. Енді қайсысы түсініктірек, қайсысы жақсы сізге көрініп тұр, оны комментарийге жазыңыздар. Міне, бұл екі белгіде қазір әр жерде әрқалай ауысқаны бар, ауыспағаны бар. 2017-тен бері кей жерлерде ауыспаған. Сол ауыспаса, егер сіз осындай белгіні көретін болсаңыз, осының орнына, онда сізге бұл белгі күші жоқ деген мағына емес. Бұл белгі сізге сол бағытты міндеттейді. Сіз просто түсініңіз. Бұл белгі осындай оңға деп тұр. Демек, сізге қауіпсіз бағыт осы. Міне, сізге міндеттелген бағыт осы. Егер сіз бұл жерде солға бұрылып кететін болсаңыз, онда сіз ереже боздыңыз. Енді құрметті оқырмандар, мына солға бұрылатын белгі, осы солға бұрылатын белгі сізге кері бұрылуға да рұқсат етеді. Яғни бұл тек қана солға бұрыласың, кері бұрыла алмайсың деген белгі емес. Біз кері бұрылатын белгіні айтып өтеміз, ол кейін болады. Және құрметті оқырмандар, мына жерде түсініп алыңыздар. Мына белгілер бұл маршруттық көліктерге қатысы жоқ. Яғни маршруттық көліктердің өзінің маршруты бар, жүріп өтетін. Оны арнайы өкілдермен белгіленіп, кәдімгі печать қойылған, міне осылай жүресің деген маршрут, яғни бағыты, маршрут деген бағыты. Маршруттық көлік ол бағыттық көліктер, яғни автобус қаланың ішінде жүретін. Олар белгілі бір маршрутты бекітеді, оның картасы болады, маршрутный карта деген. Сол картамен олар жүріп, осы белгілерге қарамайды олар. Осындай мына жаққа бұрыласың, мына жерге бұрыласың деген белгілерге қарамайды. Себебі олардың картасы осы белгілерді ескеріп отырып жасалады барлығы. Мына сіз мысалы осы жерде КАМАЗдың жүргізушісі болдыңыз деп есептейік, немесе осы жерде сіз басқа көлік жүргізіп бара жатсыз. Сіз енді осы жерде оңға бұрылғыңыз келді, бірақ сіз қажетті мына оң жақ жолаққа ауыспадыңыз. Дәл осы жерде сізге ауысуға негізі тыйым салынады. Себебі сіз мына жерде ауыссаңыз, қазір мына оң жақ жолақтағы көліктерге сіз қатты кедергі жасайсыз, және өз жолағыңыздағы көліктерде, мысалы сіз осы жерде жылдамдығыңызды азайтып мына жаққа оң жаққа ауысатын болсаңыз, ол кезде сіз арттағы көліктерді ұстайсыз және мына оң жақтағы көліктерге кедергі жасайсыз. Сондықтан сіз осы бұрылысқа келе жатқан кезде алдын ала осы оң жақ жолаққа ауысып алуыңыз керек. Себебі ары қарай оңға бұрылып кететін болсаңыз. Ал керісінше сіз осылай тіке жүріп кететін болсаңыз, онда әрине сізге алдын ала мына сол жақ жолаққа ауысып осылай жүргеніңіз абзал әрине. Бұл ереже бойынша сізге қауіпсіз маневрдің қалай жасалатынын алдын ала жазылып тұрады. Мына ережені оқысаңыздар, ереже негізі айыппұл салу үшін, сізді жазалау үшін емес. Ереже мына жолда жүргізушілер бір тәртіппен жүрсін, жолда тәртіп орнасын деген мақсатпен жазылған ереже. Сіз егер оны түсінетін болсаңыз, мысалы жол белгілерінің мағынасын түсінетін болсаңыз, ол сізге көмекші. Ал жол белгілерінің мағынасын түсінбесеңіз, ол құр тұрған белгі өзімен өзі ешкімге пайдасы жоқ. Ол белгі құр тұрған жоқ, ол мына жүргізушілерге өз көмегін созып тұр. Енді құрметті оқырмандар, келесі жағдайды айтып өтетін болсақ, мысалы сіз осылай жолдың шетіне тоқтадыңыз. Енді сіз жүрісті бастайын деп жатқан кезде, жүрісті бастамас бұрын сіз міндетті түрде осылайша өзіңіздің мына сол жағыңыздағы боковой айнаңызды қарауыңыз керек. Мына артта жүргізушілер келіп сізді басып озып жатқан жоқ па? Сіз қазір жүрісіңізді бастап қалған кезде ол көліктерге
тежеуге немесе ол көліктерге басқа да бір кедергі жасайтын болсаңыз, онда сіз кінәлі боласыз бұл жерде. Бұл жерде сіз мына жүрісті бастамас бұрын міндетті түрде артыңызға қарайсыз, боковой зеркаламен, боковой айнаға қарайсыз да, арттағы көліктер егер жүріп өтіп жатса, сосын сіз ешкімге кедергі жасамайтын болсаңыз, онда сіз осы жерде жүрісіңізді жаймендеп бастайсыз. Түсіндіңіз ғой? Осы жерде көп ДТП-лар болады. Мына жерде артық айнаға қарамай, мына жүргізуші бірден бастап қояды жүрісін, бірден мына жолдың шетіне тақалып тоқтайсыз ғой енді сіз. Бір адам түсірдіңіз мысалы. Соны түсіріп, сіз бірден осылай жолдың ортасына қарай шығып жатқан кезде, мына жақтан бір көлік келіп соқтығысып қалады. Сізді басып озбақшы болып, ол бүйтіп жылдамдықпен келіп осылай кеткісі келіп тұрады ғой енді. Сол кезде соқтығысып қалады. Бұндай жағдайлар жолда көп, біз оны ойдан шығармаймыз. Және де мынандай жағдай болуы мүмкін. Сіз келе жатқан кезде оңға бұрылайын десеңіз, оң жақ жолақ мына автобус жолағы. Ол кезде мына жолдарда осындай үзік сызық орын алады. Яғни мына автобус жолағына сізге осы үзік сызық сізге мына автобус жолағына түсіп бұрылыс жасауға рұқсат береді. Мысалға, осы жағдайда сіз оңға бұрылатын болсаңыз, осы үзік сызықты пайдаланып, автобус жолағына түсіп, оңға бұрылып алуға мүмкіндігіңіз бар. Бірақ бұл кезде сіз автобустарға ешқандай кедергі келтірмеуіңіз керек. Құрметті оқырмандар, жолда жүрген кезде А нүктесінен Б нүктесіне аман жетіңіздер. Және біздің мына қазынасы терең, жол ережесі терең мағынасымен, мысалдармен және сізге ыңғайлы форматта жазылған цветной форматтағы кітапқа 184 ақ бет тұратын кітап. Осы кітапқа тапсырыс беріп, өзіңіз үйде отырып жол ережесін әбден мысалдармен бекітіп алыңыз. Жол ережесін ұғып аламын десеңіз, ешқандай қиындығы жоқ. Мына кітапты Қазақстан бойынша жеткізу бар. Видеоның астында біздің номеріміз бар, соған жазасыз да тапсырыс бересіз. Барлықтарыңызға жолыңыз ашық болсын дейміз.